Ішкі істер министрлігінде ғылым және жоғары білім министрлігі өкілдерімен кездесу өтті. Шараға онлайн режимде еліміздегі жоғары оқу орындарының ректорлары мен өңірлік полиция департаменттерінің басшылары қатысты. Бүгінде еліміздегі студенттердің саны 600 мыңнан асады. Мемлекетіміздің кемелді келешегі де сол жастардың қолында. Сондықтан олардың қауіпсіз жағдайда сапалы білім алуы маңызды. Осы орайда Ішкі істер министрлігі қоғамдық қауіпсіздікті қоғаммен серіктестікте қамтамасыз ету тұжырымдамасында көрсетілген өзгерістерді жас буынмен бірге бастауды қолға алды. Халықтың бүгінгі қоғамның сұранысы пен президенттің талап сәйкес келіп отқан заман түбегейлі өзгерістерге өте жайлы заман екен. Қоғамдық қауіпсіздікті халықпен бірігіп жасайтын бір үлкен тұжырымға дайындап жатырмыз. Үлкен біздің бағытымыз ол жастармен жұмыс істеу. Мынау көзі ашық білім алып жатқан жастармен. Солар ұйытқы болу керек. Біз өз жағымыздан сіздерге жаңағы біздің студенттердің қауіпсіздігін сақтауға, қылмыстың жолын кесуге, жаңа мынау цифрландыру, жалпы ковровый покрытие дейміз, вуздардың, жатақханалардың бәрін біздің орталыққа шығарып, дабыл кнопкаларын қойғызып, ол жерде өзінің бір оң нәтижесін береді деп ойлаймыз. Жиын барысында екі ведомство арасында жоғары оқу орындарындағы қауіпсіздік жөнінде меморандумға қол қойылды. Ғылым және жоғары білім министрі аталған келісімнің маңыздылығын атап өтті. Студенттердің саны өсіп келе жатыр. Сондықтан біз қазір үлкен басымдықты, арнайы басымдық бағытты цифрландыру сұрақтарына қойып жатырмыз. Жалпы Қазақстанда да дүние жүзінде қарайтын болсаңыздар, қазір кейбір қылмыстың деңгейі, күрделілігі де, көлемі де өсіп келе жатыр. Біздің студенттеріміз қатты зардап шегіп жатыр. Сондықтан мына цифрландыру арқылы біз қазір қауіпсіздікті жаңа бір деңгейге шығаруымыз керек. Отырыстан соң қонақтарға жедел басқару орталығының мүмкіндіктері көрсетілді. СОС батырмасы 102 мобильді қосымшасы қорғау жүйесі таныстырылды.